Барлықтарыңызға қайырлы күн, студенттер. Бүгінгі біздің іс-шарамыздың тақырыбы «Ақындар жырлаған туған өлке» атты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бізде бүгін қонақта Ілияс Мұқаев ағайымыз. Ол кісі жайлы кішкене толықтырып айта кететін болсам, Ілияс Мұқаев ақын 1982 жылы Қарағанды облысы Ақтоғай ауданының Айыптас ауылында дүниеге келген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Ғұмырымны көктемні атты жыр жинағы мемлекеттік тапсырыспен жалын баспасынан жарық көрген, өлеңдері қалам құдіреті, сарыарқа, арқа ақындары антологиясына, сондай-ақ қырғыз тіліне аударылып, азырқы қазақ поэзиясы жинағына енген. Бүгінгі таңда Қарағанды облыстық орталық Қазақстан банк газеті басында бас редакторының орынбасары қызметінде. Ағайымыздың туған өлкесі жайында, кітабы жайында сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Кез келген ақындар мысалы табиғат аясында серуендеу арқылы шабыты келеді, біреулер мысалы кешке шабыты келеді. Сіздің шабытыңыз қай кезде келеді? Сағыныштан келеді шабыт деген. Мысалы туған жеріңді сағынасың, еліңді, жеріңді, өскен ортаңды сағынасың. Ерекше атап өтетін нелері бар ма ақындар? Сіз өзіңіз ерекше көретін ақындар, жастардың ішінде. Қазіргі енді Қарағандының ақындарының қарқыны өте күшті. Руслан Нұрбай, Қайрат Асқар, Серік Сағынтай, Бағдат Мүбәрак деген буын шықты. Бізден үлкен бұлар еді, 4-5 жас үлкен буын. Одан кейін мен, Салтанат Смағұлова, Сәттібай Жүнісов, Сұлтан Дәулетхан деген бір 4-5 ақын шықтық. Бізден кейінгі буынның ішінде де, мысалы, бізден кейінгі буыннан мысалы көп жақсы ақындар бар. Мирас Асаған деген ақынды білесіздер, қандай керемет үлкен ақын. Ол сыныптас жоқ бала деген өлеңнің шығу тарихын өзім оқыған сайын айтып жүремін. Былтыр кешімде болсаңыздар көрдіңіздер, шағын көріністе. Ұстаздық жолда шәкірт тәрбиелеп отырсыз біз секілді. Сол шәкірттеріңіздің арасында жаныңызға ыстық болған осы ақындық жолға қосқан шәкірттеріңіз бар ма? Сол Серпін ақындары мектебінен бітіріп шыққан қазір жақсы ақындар бар. Жаңа Меруерт мұғалімға, анаңызға арнап шығарған өлеңдеріңіз бар дедіңіз. Енді әкеңізге арнап шығарған өлеңдеріңіз бар? Әке деген өлең тұр. Қаладағы қарт сөзі деген өлең тұр. Сол екі өлеңде сол кісінің образы, яғни әке кәдімгі сол әкеме арналған өлең. Бізден басталды ақындық. Енді ол кезде бір өлең жазатынбыз, бірақ оның бәрі өлең деп қана кітапқа кірмейді ғой. Ондағы бір өлеңге деген махаббат, өлеңге деген сәруар сезім, санама еріп, тимеген соң еріксіз балама еріп, кеңдікке іңкар даланың дарханы өдім, тобылғы түсті торатым түсіме едіп, санама еріп, тимеген соң еріксіз балама еріп, кеңдікке іңкар даланың дарханы өдім, сыя алмай жүрмін қайтейін қалаға келіп. Рахмет барлықтарыңызға.